Ассалаумалейкум, құрметті ютуберлер. Егер сіз өзіңіздің YouTube каналыңыздың ссылкасын немесе видеоның ссылкасын Instagramда сториске бөлісетін болсаңыз, оны дұрыстап бөлісу керек. Қалай екенін қазір көрсететін боламыз сіздерге. Instagramда сториске біз мына жақтағы ссылка бөлімі арқылы өзіміздің каналымызға немесе видеомызға ссылка қоямыз. Яғни қалай істейміз? Бірінші YouTubeға кіреміз, одан кейін өзіміздің каналымыздың мына жақта 3 нүкте тұрады. Сол жақта поделиться бөлімінде копировать ссылку дейміз. Копировать ссылку басқан кезде оны мына жақта вставить етіп, осы Instagramда қоятын боламыз. Осы арқылы, міне осы youtube.com деп жазылып тұр. Осы ссылканың үстіне оқырмандар басқан кезде оларды тікелей YouTubeға жібереді. Оны білеміз дейтін шығарсыздар. Бұл жерде бірақ дейтін нәрсе бар. Қазір историяға бөліп жіберейін. Мінекей сториста бөлістім. Қазір осы ссылка арқылы кіріп көрейін. Үстіне басамыз, перейти по ссылке деп басылады. Басқаннан кейін бізді YouTube'ның осылай Instagram'ның ішіндегі браузер арқылы кіргізіп жібереді. Мына жақта подписаться деп басатын болсақ, войти деп, жаңағы Google аккаунтқа кіріңіз деп, логин паролін қайттан теріп жүгіріп болады. Солайша сіз өзіңіздің оқырмандардан айырылатын боласыз. Яғни бұл жақта жаңа ссылканы YouTube'қа қоятын болсаңыз, тек осылай браузер арқылы кіреді, әрі қарай подписка жасау өте қиын болып кетеді, әрі уақыт алады. Жаңа логин парольді барлығын қайта жазып жүру керек. Енді бұл нәрсені қалай жеңілдетуге болады десеңіздер, арнайы сайт бар. Сол сайтқа сіз ссылка жіберген кезде сізге басқаша форматтағы ссылканы жасап беретін болады. Ол үшін біз өзіміздің YouTube каналымыздың немесе видеомыздың ссылкасын копировать етіп аламыз. Бірінші YouTube'ға кіреміз, одан кейін 3 нүкте копировать, поделиться, копировать басамыз. Одан кейін браузерге кіреміз және осы сайтты жазамыз. Сайттың аты linktw.in. Ана жақта паст деп жазылып тұр. Осы жерге сіз каналыңыздың ссылкасын қоятын боласыз. Паст, яғни вставить деген мағынаны білдіреді. Ана жақта create link, яғни ссылканы жасау. Мінекей бізге linktw.in және қысқа ссылканы жасап берді. Мына жақта copy link деп жазылып тұр, яғни копировать. Мына жақта копировать басамыз. Одан кейін біз Instagramда сториске бөлісетін боламыз. Мінекей Instagramға кірдім. Мына жақта ссылка бөліміне кіреміз. Одан кейін вставить. Мінекей linktw.in осы сайттың жаңағы ссылкасын қойды. Готово дегенді басамыз. Мінекей бізде мына жақта қазір кезде түсініксіз ссылка болып тұруы мүмкін. Аты linktw.in. Көп адам түсіне бермейді. Оны былай өзгертсеңіз болады. Қазір бұны удалить етеміз. Жаңадан ссылканы вставить дейін. Мына жақта вставить еттім. Және мына жақта персонализировать текст стикері деп жазып тұр. Мына жақта текстің атын жазсаңыз болады. Мысалға YouTube каналым деген сияқты. YouTube каналым. Готово. Сонда мына жақта ссылканың аты YouTube каналым деп жазылып тұрады. Немесе жаңа видео деген сияқты өзгертіп қойсаңыз болады. Сол кезде оның үстіне басқан кезде тікелей YouTube'қа өтетін болады, приложениеге. Қазір көрсетіп жіберейін. Поделиться с ним, близкие друзья деп. Мінекей близкие друзьяға бөлістім. Қазір опубликовано болу керек, міне жасалынды. Енді үстіне басып көрейік. Мінекей перейти по ссылке басамыз. Қайтадан браузерге кірейін деп жатқан сияқты болады, бірақ міне тікелей YouTube'тың өзіне апарады. Яғни бұл жақта біз подписаться деп басамыз. Өйткені Instagram'нан тікелей браузеріне өткен жоқ, Instagram'нан тікелей YouTube'тың приложениесіне өтті. Қазір кезде барлық адамның телефонда YouTube-тың приложениесі бар шығар, тіпті балалардың телефонда да YouTube бар. Өйткені YouTube-та таңертеңнен кешке дейін қарайды. Телефонда жаңадан сатылып жатқан кезде Android телефондарда әсіресе Google-дың өнімдері автомат түрде жазылып тұрады. Жаңағы Gmail почта немесе YouTube-тың приложениесі бір сөзбен айтқан кезде барлық адамдардың телефонда бар. Яғни сіз Instagram'да сториске осылай бөлісетін болсаңыз, тікелей YouTube приложениесіне жіберіп, сол жақтан оңай подписаться кнопкасын баса алады. Осы видео сіздерге пайдалы болса, видеоға лайк басуды және ютубер достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік, келесі видеоларда көріскенше.